Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Төтенше жағдайға байланысты үйде отыру уақытын тиімді пайдалану мақсатында ми жұмысын жақсартуға арналған бірнеше жаттығуларды орындап көруді ұсынамын. Ендеше басынан бастайық. Нейропсихология туралы не білеміз? Нейропсихология мидың қабылдау, зейін, кеңістікте өзін игере алу, сөйлеу, есте сақтау, көңіл-күйін басқара алу, моторика, тағы басқа да сол сияқты психикалық процесті зерттейтін ғылым. Бұл даму мен оқу үйренуді айқындайтын негізгі процестер болып табылады. Сіздерге ұсынғалы отырған бірінші жаттығуым Шульте кестесі деп аталады. Бұл қарапайым кесте. Ортадағы 19 санына назар салып, бірден бастап сандарды өсу ретімен табуымыз керек. Сізге 30 секунд уақыт берем. Ал іске сәт. Келесі жаттығуымыз қол қимылдары деп аталады. Оң қолмен жеңіс, сол қолмен окей белгісін көрсетеміз. Енді екі қолдың қимылдарын ауыстырамыз. Яғни сол қол жасаған қимылды оң қолымыз орындайды, ал оң қолымыз жасаған қимылды сол қолымыз орындайды. Ендеше бастайық. Бұл жаттығу бір тапсырмадан екінші тапсырмаға өту қабілетін жақсартады. Жарайсыздар. Өзіңіз бен өзгенің амандығы үшін үйде болыңыз және пайдалы іспен айналысайық. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге жаттығуларды ұсынған Қалдықарай орта мектеп психологы Жапарова Гүлшат.